Музон телеарнасының Евразиялық музыкалық марапатына небәрі 2 ай қалды. Номинанттарға дауыс беру жалғасуда. Олай болса, біраз уақыттан кейін біз көрерменнің көңілінен шығып салтанатты шараның финалында жеңіс үшін сайысатын әртістердің есімдерімен таныс боламыз. Аталмыш марапат қазақстандық шоу-бизнес тарихындағы ең ауқымды шараға айналмақ. Әзірге EMA 2016-ға қатысатын үміткерлермен таныстыруымызды жалғастырамыз. Күнделігіміздің бүгінгі кейіпкерлері әйгілі Алдавай тобы. Музыканттар жыл сайын өз жанкүйерлерін жаңа әндермен және клиптермен қуантуда. 2016 жылы жігіттер Dawes International әншісінің қатысуымен «Ай, как больно» композициясына лирикалық клип түсірді. Роликті көпшілік жақсы қабылдап, ұжым мүшелері өздерінің жас әншілерге бәсекелес бола алатынын тағы бір дәлелдеді. Ай, как больно согревать тебя своим теплом, играя роли. Әншілер өткен жылы үздік ерлер тобы номинациясында жеңіске жеткен еді. Биыл оларды не күтіп тұрғанын 20 қыркүйекте білетін боламыз. Топ әншісі Шоқан Маратұлының айтуынша, тыңдармандардың өздеріне деген махаббатының нәтижесінде олар EMA марапатына ұсынылып отыр. Расымен де Алдавай 15 жылдан бері қазақстандық шоу-бизнес шыңынан түспей келеді. Просто нам что остается, только надеяться. Бәрі тыңдарманның қолында болғандықтан бізге дауыс берер деп үміттенеміз. Қанша дегенмен сахнада жүргенімізге 15 жылдан асты емес пе? Халық бізді жақсы көреді, қолдайды. Өмір босқа өтіп жатқан жоқ деуге де болады. 15 лет на сцене. Естеріңізге сала кетсек, Алдавай, Ринго, Орда, The Jiggits, Ағайындылар және Меломен сияқты топтармен үздік бойз-бенд атағы үшін сайысқа түседі. Номинацияға ұсынылған топтардың әрқайсының тыңдарманы жетерлік. Алайда солардың екеуі ғана, яғни Ринго мен Орда топтары ғана Алдавайға нағыз бәсекелес болатындай. Себебі екі команда да 2013-2014 жылдардағы марапатты жеңіп алған еді. Ставки ставить очень тяжело и сложно. Нақты кімнің жеңетінін айту қиын, бәсекелестік өте жоғары. Орда мен Рингоның мықты қарсылас екендіктерін білесіздер. Сондықтан дөп басып айта алмаймын. Ол біз болуымыз да мүмкін. Ставок я не знаю, даже на кого ставить. Үздік орындаушы номинациясында Данияр мен Шоқан өз қолдауларын айқынға білдірмек. Өздерінің осындай таңдау жасауларының себебін жігіттер араларындағы достықпен түсіндірді. Ну, мы больше знаком со всеми. Бәрімен таныспыз ғой, бірақ Айқынмен жақсы араласамыз. Айқын үшін дауыс береміз, құрдасымыз ғой. Бәріміз сахнаға бір уақытта шықтық. Ол шынымен талантты адам. Әрине, басқалар да лайықты. Қайрат та, Әли де, Максим де мықты. А так все достойные. Ал шоу-бизнестегі нәзік жандылардың арасынан үздік орындаушы номинациясына Мақпал Исабекова, Дильназ Ахмадиева, Индира Елемес, Санда, сондай-ақ кеш-шоудың экс-әншілері Жанар Дугалова мен Камшат Жолдыбаевалар ұсынылып отыр. Алдавай әншілері көп ойланбастан өз дауыстарын Сандаға беретіндерін айтты. Мне ближе всего Санда. Маған Санда жақын. Ол жас болашағы бар талантты әнші. Оған жол беру керек. Сандаға қарсылас болатын әншілерде марапатқа лайық, бірақ Сандаға мүмкіндік беру керек сияқты. Интересные певицы. Данияр мен Шоқанның айтуларынша, марапаттау салтанаты жас әншілердің алға басуына көмектесетін бірден бір шара. Ну, это какое-то признание. Бұл орындаушының одан әрі дамуына септігін тигізетін, тыңдарманның әртіске деген қызығушылығын оятатын жақсы шара. Спонсоров. EMA 2016 марапатынан Алдавай тобы жеңіс күтеді. Аталмыш салтанатты ең айтулы музыкалық шара деген жігіттер оны тағатсыздана күтуде. Что будет все весело, круто. Қызық, әрі көңілді болатынына сенімдімін. Өткен жылы жақсы ұйымдастырылып керемет өтті. Жалпы Музон телеарнасы мен Арманжан Байтасов жарады. Өйткені менің ойымша бұл марапат ең айтулы, ең ауқымды музыкалық шара. В Казахстане, на мой взгляд. Айтпақшы, EMA 2014 алдавайлықтардың жадында мықтап сақталды. Сол кеште жігіттер марапаттау салтанатының хедлайнері болып сахнаға ерекше киім киіп шыққан болатын. Олардың сол образдары жайлы жұрт көпке дейін айтып жүрді. Помнится на позапрошлом. Соған қарамастан бидің де түбін түсірген болатынбыз. Биыл енді олай киінгеніміз жарамас. Исполняли такие танцы. Егер Алдавай жігіттерін үздік ерлер тобы номинациясында жеңсін десеңіз, 20 санын 5708 нөміріне жіберу арқылы оларға дауыс беріңіздер. Всем привет, друзья, мы группа Алдавай. Бәріңе сәлем, достар. Біз Алдавай тобы. Дауыс беріп жатқандарыңыз үшін бәріңізге алғыс айтамыз. Біз үшін Muzon.tv сайтында дауыс беріңіздер. Временем. Ну и голосуйте за нас.